Жедел ақпарат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтар алғашқылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алматыда жолаушылар автобусы аялдамаға соғылды. Зардап шеккендер бар. Алматыда автобус аялдамаға соғылып, онда автобус күтіп тұрған адамды қағып кетті деп хабарлайды Алматы полиция департаментіне сілтеме жасаған Қазнұр қызы. Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, бүгін сағат 12:35-те Жетісу ауданында автобус жол-көлік оқиғасына ұшырады. Солтүстік айналма тас жолымен солтүстік бағытта келе жатқан Ютон автобусының жүргізушісі көлікке ие бола алмай, жол жиегіне және аялдамаға соқтығысып, сол уақытта аялдамада тұрған жаяу жүргіншіні қағып кетті, деді полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек. Апат салдарынан 2 адам аялдамада тұрған жаяу жүргінші мен автобус жолаушысы медициналық көмекке жүгінген. Оқиғаның мән-жайын Жетісу аудандық полиция басқармасы анықтап жатыр. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.